Сәлем достар, бүгін творожный пирог дайындайтын боламыз. Мені қолдаңыздар. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Подписаться батырмасын басыңыздар. Қажетті ингредиенттер барлығы үй жағдайында табылатын заттар: қопсытқыш, қант, ұн, жұмыртқа және жұмсақ май. Жұмсақ майымызды ыдысқа салып, үстіне жұмыртқа қосып араластырамыз. Өте оңай рецепт, жасап көріңіздер, дәмді шығады. Май мен жұмыртқаны араластырып жатырмыз. Енді осыған қант қосамыз. Солай қайтадан араластырамыз. Творожный пирогты онша көп дайындамаймын, бірақ өте сүйіп ұнатамын. Осы рецептпен жасап көрдім, маған өте қатты ұнады. Сондықтан сіздерге де жасауға кеңес беремін. Қиын емес. Ұнды осылай ситадан өткізетін болсаңыздар, қамырыңыз өте нәзік, жұмсақ болады. Қамырды әбден қолмен илеп аламыз және екі бөлікке бөлетін боламыз. Бір бөлігі пирогтың астына кетеді, екінші бөлігінен бортик жасайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алда неше түрлі рецепттермен сіздермен бөлісетін боламын. Мені қолдап кетіңіздер. Енді начинка жасайтын боламыз. Начинканың қандай заттардан тұратыны описание бөлімінде жаза кетемін. Бұл жерде де барлық ингредиенттерді қосып араластыратын боламыз. Бұл рецептте барлығын араластырып құя салатын күшті оңай рецепт, жасап көріңіздер. Жиырма 22 сантиметр формалы ыдысымызға осылай қамырымызды жаятын боламыз қолмен. Мен қамырын пирогтың астыңғы қамырын өте жұқа болғанын өте жақсы көремін. Қалың қамырды ұнатпаймын. Сондықтан да жұқа қылып жайып шықтым. Және бортиктерін жасаймыз қамырдың екінші бөлігімен. Шанышқының көмегімен пирогымыздың формасын келтіретін боламыз және тесіп шығамыз қамырды. Содан соң начинкамызды құйып, 180 градуста 30-40 минут көлемінде пісіріп аламыз.